Жалған ақша жасау мемлекеттің экономикалық жүйесін тұрақсыздандыратын қылмыстардың ең қауіпті түрлерінің бірі. Бұл халықаралық сипаттағы ауыр құқық бұзушылық ретінде қарастырылады. Қазақстан ұлттық банкінің жалған банкноттар мен монеталарын, шетел валютасын, мемлекеттік немесе шетел валютасындағы бағалы қағаздарды өткізу мақсатында дайындау немесе сақтау қылмыстық кодекспен мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Егер қылмысты ұйымдасқан топ жасаса, онда мүлкі тәркіленіп, 8 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Бұл санат қылмыстың ауыр түрлеріне жатады. Бүгінгі таңда шетел валютасын өткізуге байланысты қылмыстар санының өсуі байқалады. Егер 2022 жылы бізде 44 қылмыстық іс болса, 2023 жылы 45 іс, ал биыл жыл басынан бері Қазақстанда жалған ақша жасаудың 13 фактісі тіркелген. Былтырдан бастап ел аумағында айналымнан 1763 жалған банкнот тәркіленді. Алайда екінші деңгейлі банктер, ломбардтар, айырбастау пункттері, басқа қаржы субъектілер мен азаматтар жалған банкноты анықталған кезде одан құтылуға тырысады. Бұл үлкен қателік. Қолыңызға кездейсоқ түскен жалған ақшадан құтылу әрекеті жалған купюраны сату ретінде қарастырылуы мүмкін. Не істеу керек? Ең алдымен үрейге салынбай, құзыретті орган, қаржылық мониторинг агенттігіне жүгінуіңіз керек. Ескертеміз, егер сіз демалысқа баратын болсаңыз, онда валюта айырбастау кезінде абай болыңыз. Өйткені жалған валюта саны артып келеді. Құрметті азаматтар, жалған ақша жасаушылардың құрбаны болмас үшін бейтаныс адамдарға ақшаны майдалап айырбастамаңыз. Жақсы бағам бойынша айырбастауды ұсынса да, валютаны әртүрлі заңсыз айырбастаушылардың сатып алмаңыз. Шетелде валюта айырбастау кезінде жалған ақша сатып алу қауіп ескеріңіз. Егер сіз күмәнді сападағы купюраны тапсаңыз, оны сатуға тырыспаңыз. Бұл қылмыс болып табылады. Дереу қаржылық мониторинг агенттігіне хабарласыңыз. Сауда саттық кезінде ақша өте мұқият болыңыз. Озық технологиялар дәуірінде алаяқтар жалған ақша сату арқылы табыс табу үшін әрекет етуде. Олардың әдістері күн сайын жетіліп отырады. Қарапайым ережелерді сақтау және аз ғана қырағылық сіздің жинақтарыңызды сақтауға көмектеседі.